Армысыздар қазақ елі. Өздеріңізге белгілі, біз осыған дейін наурыз айында терек көшетін қалай егу керек сол жайлы айтқан болатынбыз. Міне қазір 12 сәуір, көшеттеріміз гүлдеп көгеріп жатыр. Кешіріңіздер, жапырақтап көгеріп жатыр. Ауа райы керемет, құстар сайрап тұр. Теректеріміз алдағы уақытта мен сіздерге әрбір өскен сәтін осындай көрсететін боламын. YouTube арнасына салып отыратын боламын, бөлім түрінде. Сонымен қатар алдағы уақытта мен сазан балығына қолдан қалай ұя жасау керектігін сіздерге көрсететін боламын. Достар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.